Баршаңызға сәлем. Екінші сабаққа қош келдіңіздер. Бірінші сабақта біз Пикачудың басын тоқып үйрендік. Қараңыздар. Енді бүгін денесін тоқып үйренеміз. Бірінші сабақта мына біз жұмыс жібін қиған жоқпыз. Осы жұмыс жібімен жұмысымызды жалғастырамыз. Қараңыздар. Мына жерде 24 ілмек қалған. Енді осы 24 ілмекке барлық 24 ілмегіне прибавка жасаймыз. Жалпы 48 столбик тоқимыз. Қараңыздар, ешқандай ілмек қалдырмай барлық ілмекке прибавка жасап шығамыз. Маркерді мына бетіне өткіземіз. Енді прибавка жасаймыз барлығына. Бір, екі, үш, төрт, бес, 13, 14, 15, 16, 17. Міне қыздар, қараңыздар. Барлық қатарға прибавка жасап болдым. Жалпы саны 48 ілмек шықты. Менде сіздерде ерінбей санап шығыңыздар. Бір ілмек кем не артық болмасын. Қысқартқанда қазір саны дұрыс шықпай қалады. Сол үшін әр қатарда санап отырыңыздар. Енді осы 48 ілмекті айналдыра, ешқандай прибавкасыз екі қатар тоқимыз. Қазір сіздерге бірінші қатарын тоқып көрсетейін. Кейін ары қарай бір қатарын өздеріңіз тоқыңыздар. Мына маркерді өткіземіз келесі бетіне. Енді бір столбиктен 48 ілмек тоқимыз. Қараңыздар, ешқандай прибавка жасап жатқан жоқпын. Міне қараңыздар, қатар аяқталды. Міне осылай болып шығып жатыр. Енді тура осылай 48 ілмекті және бір қатар тоқыңыздар. Міне қыздар, қатар аяқталды. Қараңыздар, екі қатар 48 ілмек тоқып болдым. Міне мынау бізде прибавка жасаған қатар. Мына екі қатары ешқандай прибавкасыз 48 ілмек тоқылған қатар. Енді келесі қатарды мұқият тыңдаңыздар. Енді 35 ілмек тоқимыз. Сары жіппен 35 ілмек тоқып, кейін мына сары жібімізді қиямыз. Кейін қара жіппен жалғастырамыз. Бір, екі, мына бізде 35-ші ілмек. Енді 35-ші ілмекке келгенде осылай крючокта екі сары жіп тұрады. Қара жіппен осылай ілдіріп аламыз. Қараңыздар, крючокта екі жіп. Мына сары жіппен аяқтамаймыз. Қара жіппен аяқтап, сары жібімізді қиямыз. Міне 35 болды. Енді қара жіптен 17 қатар тоқимыз. Қараңыздар, 17 столбик тоқимыз енді. Бір, екі, үш, төрт, бес, 11, 12, 13, 16, не, 17. және 18-ші ілмекті аламыз. 18-ші ілмекті алып, тура жаңағыдай крючокта екі жіп тұрады. Қазір сары жіпті ілдіріп аламыз. Мына жерден сары жіпті қиямыз. Ұзынырақ қылып қиыңыздар. Қараңыздар, қазір
байлауға ыңғайлы болу үшін бізге ұзынырақ жіп қажет. Мына жерде қара жібім қысқа болып қалыпты. Сол үшін ұзынырақ қылып қиыңыздар. Мына жіптерімізді енді крючоктың көмегімен байлайық. Қысқа болып қиылып қапты. Міне осылай бір-бірін қосып байлап қоясыздар. Шығып кетпес үшін қатты байлаңыздар осылай. Енді мына жерге қара жіпті де тура солай аяқтаймыз. Сары жібімізді ілдіріп алып, қара жібімізді қиямыз. Бізде қара жіп 17 емес, 18 ілмек тоқылды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Енді мына қара жіпке дейін сары жіппен тоқимыз. Мына жерде біз енді қара жіпті қисақ болады. Шығып кетпес үшін бір-біріне қатты байлаймыз. Енді ары қарай қара жіпке дейін тоқимыз. Міне қараңыздар, қара жіптің қасына келдік. Енді бір ілмек қалды. Осы бір ілмекті тура жаңағыдай крючокта 2 сары жіп тұрады. Қараңыздар. Енді қара жіпті ілдіреміз. Қара жіпті ілдірдік. Енді жалғастырып тоқимыз. Мына жерде сары жіпті қиямыз. Не енді мына келесі басына дейін қара жіппен тоқимыз. Не қараңыздар, соңына келдік. Енді бір ілмек қалды. Қара жіптен енді осы қара жіпті ілдіріп, қараңыздар, крючокта 2 қара жіп тұрады. Енді сары жіпті ілдіреміз. Ілдіргеннен кейін 1-2 ілмек тоқып, содан кейін барып қара жіпті қиыңыздар. Онда шығып кетуі мүмкін. 1, 2 ілмек тоқыдым. Енді мына қара жібімізді қиямыз. Енді қараңыздар, міне жібімізді қидық. Енді 2 қатар айналдыра тек сары жіппен тоқимыз. Одан кейін және қара жіппен тоқимыз. Қараңыздар, сіздерге қазір бір қатарын тоқып көрсетейін. Кейін бір қатарын өздеріңіз тоқыңыздар. Не қараңыздар, мына қара жіпке дейін келдік. Енді жібімізді қимаймыз. Осы қара жіптің үстінен сары жіппен тоқимыз. Не қыздар, қараңыздар, бір қатарын айналдыра тоқып болдым. Енді және бір қатар тура осылай бір қатар тоқыңыздар. Одан кейін қара жібін тоқимыз. Кейін қалай тоқу керек екенін көрсетемін. Не қыздар, қараңыздар, 2 қатар сары жіппен тоқып болдым. Сіздерге түсінікті болу үшін мына қара жолақтың аяқталған жеріне дейін тоқыдым. Енді мына бір қатардың жартысын тоқимыз қара жолаққа дейін. Одан кейін және екінші қара жолағын тоқимыз.
тура осылай қылып тоқимыз екінші қара жолағында. Не қыздар, қараңыздар, мына қара жолаққа келдік, бір қатар қалды. Осы бір қатарды соңына дейін тоқымай, міне қараңыздар, крючокта 2 жіп тұр. Енді қара жібімізді ілдіреміз. Тура мына жолақты тоқығандай етіп тоқимыз. Міне қара жібімізді ілдірдік. Енді 2 ілмек тоқып, содан кейін барып қара жібімізді қиямыз. Мына сары жібімізді қиямыз. Жіптердің ұшын шығып кетпейтіндей етіп қатты байлаймыз. Енді ары қарай 18 ілмек тоқимыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Енді міне 18-ші ілмекті жартылай тоқимыз. Міне қараңыздар, крючокта 2 жіп, 2 қара жіп. Енді сары жібімізді ілдіреміз. Екі ілмек тоқып, қара жібімізді қиямыз. Қараңыздар, қыздар, жіптің осылай жүндері шығып кетпес үшін жіптеріңізді ұзынырақ қылып алыңыздар. Мен қысқа қылып алып, міне байлауға келмей жатыр. Мына сары жібімізді сөгітіп, ұзынырақ қылып алайық. Енді жақсылап байлаймыз. Енді қара жіпке дейін сары жібімізбен жалғастырамыз жұмысымызды, одан кейін қара жіппен тоқимыз. Не қараңыздар, қара жолаққа дейін бір ілмек қалды. Бір ілмегімізді жартылай тоқып, қараңыздар, енді қара жібімізді ілдіреміз. Сары жібімізді қиямыз. Бізде қара жіптің жұмысы аяқталды. Енді осы 48 ілмекті айналдыра, ешқандай прибавкасыз 3 қатар тоқимыз. Мына бізде қатардың басы, мына маркерді мына жерге көшіреміз қазір. Осы жерге дейін айналдыра 3 қатар тоқисыздар. Содан кейін қысқарту
жасалады бізде. Бірінші 3 қатар тоқ болыңыздар, одан кейін қалай қысқарту керек екенін көрсетемін. Міне қараңыздар, маркерді алып мына жерге көшіреміз. Қатардың аяғы мен басын білу үшін бізге маркер қажет. Қараңыздар, осы жерге көшірдік. Қазір сары жіпті айналдыра қазірна маркерге дейін тоқсаңыздар, бір қатар болып есептеледі. Солай 3 қатар тоқисыздар. Қазір сіздерге бір қатарын тоқып көрсетейін. Кейін ары қарай 2 қатарын өздіктеріңізден тоқыңыздар. Міне қыздар, қараңыздар, маркерге дейін тоқыдық. Бізде бірінші қатар аяқталды. Енді тура осылай 2 қатар тоқып шығыңыздар. Міне, қараңыздар. Маркерді келесі бетіне өткізіп, енді тура осылай өздеріңіз 2 қатар тоқыңыздар. Одан кейін қысқарту жүреді. Қараңыздар, міне маркер қара емес, басқа түсте қойсаңыздар болады. Өздеріңіз шатаспас үшін маған осылай көрініп тұр. Міне қараңыздар. Сіздер қызыл немесе жасыл көрінетін жіп қойыңыздар, сонда барлығы анық болады. Міне қыздар, қараңыздар, 3 қатар тоқып болдым. Міне маркерге дейін тоқыдым. Енді келесі қатардан бастап қысқартамыз. 6 ілмек тоқып, 7-8 ілмекті қысқартамыз. Қараңыздар, қатардың соңына дейін 6 ілмек тоқып, 7-8 ілмекті қысқартып шығамыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Енді мына 7-8 ілмекті қысқартамыз. Бірінші ілмектің алдыңғы қабырғасынан, екінші ілмектің артқы қабырғасынан алып, 2 ілмектен 1 ілмек шығарамыз. Міне осылай бізде қысқартылады. Енді келесі тағы да 6 ілмек тоқып, 7-8 ілмекті қысқартамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-8-ді қысқартамыз. Солай қатардың соңына дейін 6 ілмек тоқимыз. 3, соңғы қысқарту. Ілмекке дейін келдік. Енді ілмекті келесі бетіне өткізіп, келесі қатарды 5 ілмек тоқып, 6-7 ілмекті қысқартамыз. Солай қатардың соңына дейін 5 ілмек тоқып, 6-7 ілмекті қысқартамыз. Міне қараңыздар, әр қатарда бізде 6 ілмектен қысқарып отырады. Бізде 48 ілмек болса, енді 42 ілмек қалды мына жерде. Қазір тағы 6 ілмек қысқарғанда 36 ілмек қалу керек. Солай санап отырыңыздар. Сонда ілмектер санынан шатаспайсыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ілмекті қысқартамыз. Енді бізде соңғы қысқарту. 6-7 ілмекті қысқартамыз. Міне қараңыздар, жайлап қысқарып жатыр. Енді ішін синтепонмен жақсылап толтырып аламыз. Міне қыздар, жартылай синтепонды салдық. Енді ары қарай қысқартуымызды жалғастырамыз. Кейін және синтепонмен толтырамыз.
Енді келесі қатарда 4 ілмек тоқып 5-6 ілмекті қысқартамыз. 1 2 3 4 5-6 ілмекті қысқартамыз. Міне қыздар, қатар аяқталды. Қараңыздар, тоқымамыз жабылып жатыр. Енді 3 ілмек тоқып 4-5 ілмекті қысқартамыз. Солай қатардың соңына дейін 3 ілмек тоқып 4-5 ілмекті қысқартамыз. Ол қатар аяқтағаннан кейін 2 ілмек тоқып 3-4 ілмекті қысқартамыз. Одан кейін 1 ілмек тоқып 2-3 ілмекті қысқартамыз. Сол жерге келгенде ары қарай қалай қысқарту керек екенін көрсетемін. Міне қыздар, қараңыздар, барлық қысқартуды жасап болдым. Ең соңында бізде 12 ілмек қалады. Енді осы ашық тұрған жерден синтепон саламыз. Қараңыздар, бізде мына жерлері бос тұр әлі. Осы жерлерге тығыздап синтепон салып толтырамыз. Содан кейін мына 12 ілмектің барлығын қысқартып шығамыз. Мына маркер қажет емес енді бізге. Қараңыздар, ішін жақсылап синтепонмен толтырып болдым. Енді қысқартамыз. Қараңыздар, барлық ілмекті бірдей қысқартамыз. Міне қыздар, қараңыздар, ең соңғы ілмегін тоқымамыз осылай ашық қалмас үшін мына жерден ілдіреміз. Ілдіріп, крючоктағы тұрған ілмектің ортасынан шығарамыз. Және бір ілдіріп, жібімізді қиямыз. Енді мына жіптің ұшын тоқыманың ішіне қарай жасырамыз. Тоқымамыз аяқталды. Қараңыздар, енді үлкен иненің көмегімен мына бос қалған жерлерін ішіндегі синтепондарын осылай жылжытамыз. Қараңыздар, ойыншығымыз дайын. Енді аяқ қолдарын және көздерін, екі бетін, мұрнын, аузын тігеміз. Аяқ қолдарын алдын ала тоқып дайындап қойдым. Мынау бізде екі қолы, мынау екі аяғы. Осы аяқ қолдарын қалай тоқу керек екенін алдыңғы сабақтарда көрсеткенмін. Қазір жоғары жаққа подсказкаға сілтемесін қалдырып кетемін. Сол сілтеме арқылы кіріп тоқсаңыздар болады. Енді бізде құлағы мен беті тоқылмаған әлі, соны тоқып көрсетейін, сосын барлығын бірге тігеміз. Мынау бізде құлағы. Қараңыздар, осылай тігіледі құлағы. Осыны қазір тоқып көрсетемін. Ең алдымен мына қара жібімізден сақина жасап аламыз. Қараңыздар, міне жіптің ұшы осылай астында тұрады. Жұмыс жібі үстінен өтеді. Осылай сақина жасап, крючокты сақинаның ортасынан өткіземіз. Жұмыс жібін тартып шығарып, және бір ілмек ілеміз. Енді осы сақинаны айналдыра 6 столбик без накида тоқимыз. 1 2 3 4 5 6. Міне қараңыздар, 6 столбик тоқыдық. Енді бір-біріне қосамыз. Бірінші ілмегіне қосамыз. Қараңыздар, мынау жұмыс жібін крючокта тұрған жіптен бірден өткіземіз осылай.
міне осындай шеңбер пайда болды. Енді міне маркерді қойдық. Енді осы шеңберді айналдыра 18 ілмек тоқыңыздар. Сонда бізде 3 қатар шығады. 12. Екінші қатар аяқталды. Енді және тағы бір айналдыра 6 қатар тоқимыз. Сонымен жалпы 18 ілмек болады. Мына кішкентай жібін ішіне қаратып кіргіземіз. Осылай екі қара жіп тұрады. Енді сары жібімізді крючогымызға ілдіріп, екеуінің ортасынан тартып шығарамыз. Енді ары қарай сары жіппен жұмысымызды жалғастырамыз. Бір ілмек тоқимыз. Енді қара жібімізді қиып, екі жіпті бір-біріне қатты байлаймыз. Енді осылай ішке кіргіземіз жіптің ұштарын. Қыздар, қараңыздар, мына ортасы менде қатты ашық қалыпты. Сіздер қатты ашық қалмасы үшін сақинаны кішкентайлау қылып алыңыздар. Мен үлкен қылып алып жіберіп, мына ортасы ашық қалыпты. Енді мына жерін былай тігемін. Сіздерде олай болмас үшін сақинаны кішкентай қылып алыңыздар. Енді сары жіппен жұмысымызды жалғастырамыз. 6 столбиктен 7 қатар тоқимыз. Не қараңыздар. Мына бізде маркер қатардың басы мен аяғын білу үшін. Міне осылай болып шығады. Енді осы сары жіппен мына 7 қатар тоқып шығамыз. Міне қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осы 7 қатарды айналдыра тоқимыз. Міне қыздар, қараңыздар, 7 қатар тоқып болдым. Енді жібімізді қиямыз. Сары жібімізді осылай аяқтап, енді қиямыз. Жіптің ұшын ішіне қарай жасырамыз. Міне осылай болып шықты. Қараңыздар. Енді ішін синтепонмен толтырамыз. Міне бізде екі құлағы дайын. Қараңыздар. Енді бетін тоқимыз. Қараңыздар, алдын ала осылай бір бетін тоқып дайындап қойдым. Қазір екіншісін тоқып көрсетемін. Бетін 2,5 мм крючокпен тоқимыз. Ең алдымен сақина жасап аламыз. Крючогымызды ортасына салып, жұмыс жібін өзімізге қарай тартып шығарамыз. Енді және бір ілмек тоқимыз. Қараңыздар. Енді осы сақинаны айналдыра 11 столбик с накидом тоқимыз. Ең алдымен 2 ілмек ілеміз осылай. Міне қараңыздар. Жалпы саны бізде 3 ілмек болды. Енді мына жұмыс жібін крючогымызға ілдіріп, осы сақинаны айналдыра тоқимыз. Тоқыманы енді бастап жатқан қыздар болса, столбик с накидом тоқу сабағым бар. Сол сабақтың сілтемесін қалдырамын. Сол жаққа кіріп үйренсеңіздер болады. Не бізде 3 столбик болды. Енді 4 және соңғы ілмек 11. Не осылай болып шықты. Енді мына кішкентай жібінен тартып, бір-біріне қосамыз. Не тартқанда осылай қосылады. Не қараңыздар, қосылды. Енді шеңберімізді бірінші тұрған ілмекке ілдіріп қосамыз. Не қосқан кезде жұмыс жібін крючоктағы жіптің ортасынан өткізіп қосамыз. Міне қараңыздар, шеңберімізді қостық. Енді мына ортасы ашық қалмас үшін мына жібін қатты тартып, артына ілдіріп байлап қоямыз. Осылай қатты тартып, кез келген жеріне ілдіріп байлап қоямыз.
Енді келесі қатардан бастап осы 11 ілмектің барлығына прибавка жасаймыз. Жалпы бізде 22 ілмек болу керек. Ең алдымен 2 ілмек тереміз. 1, 2. Енді осы 11 ілмекті айналдыра прибавка жасаймыз. 1, 2, 3, 4. Қараңыздар, 22 ілмек тоқып болдық. Енді бір-біріне қосамыз. Мына тұрған бірінші ілмекке қосамыз. Қараңыздар, мына бізде бірінші ілмек. Осы жерге қосамыз. Жұмыс жібін крючоктағы жіптің ортасынан тартып шығарамыз. Міне бізде жұмыс аяқталды. Енді жібімізді қиямыз. Екінші беті болды. Енді осыны ойыншығымызға тігеміз. Мына жібін артына жасырамыз. Енді барлығын ойыншыққа тігеміз. Аяқ қолдарын. Міне қараңыздар, қолын. Мына бізде мойны. Осы мойнынан 1, 2, 3. Осы 3 қатар түсіп, осы жерге қолын тігеміз. Міне қараңыздар. Осылай болады. Қараңыздар, 2 қолын тігіп болдым. Енді 2 аяғын тігеміз. Міне осылай тігеміз 2 аяғын. Міне қараңыздар, 2 аяғын тігіп болдым. Енді құлағын тігеміз. Құлағын айналдыра тігіп шығамыз. Міне қыздар, қараңыздар, 2 құлағын да тігіп болдым. Енді құйрығын тігеміз. Мына жерге тура ортасына осылай үлкен инемізге қара жібімізді өткізіп аламыз. Енді тігеміз. Міне қараңыздар, мына жағынан және мына жағынан тігеміз. Міне құйрығы дайын, қараңыздар. Енді 2 көзін клейлейміз. Көзі сәл ішке кіріп тұру үшін қазір жіппен тігеміз. Мына жерін және мына жерін жіппен тігіп тартамыз. Азғантай, сонда көзі сәл ішке кіріп әдемі болып тұрады. Тікпесеңіздер де болады, өз қалауларыңыз. Мен азғантай тігіп тартамын көзін. Қазір көрсетемін қалай тігу керек екенін. Үлкен инемізге сары жіп өткіземіз. Осындай сары жіптеріңіз болмаса, мынадай кәдімгі қарапайым ақ жіппен тіксеңіздер болады. Міне қараңыздар, ең алдымен көздің орнын белгілеп аламыз. Мына жерден және мына жерден тігеміз. Қараңыздар, көздері бір қатарда тұрсын. Мұқият тігіңіздер. Арасында 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ілмек қалса болады осылай. Енді мына көздің астын сәл тартып тігеміз. Міне бізде көз мына жерде тұрады. Мына астына осылай инемізді өткізіп тура ине өткізген жерден инемізді қайтып тартып шығарамыз.
Енді мына жібімізді тартамыз. Мына жібімізді тартып байлаймыз. Сонда мына жері көздің орнына ішке кіреді. Қараңыздар. Міне. Mama. Ал. Aba biz. Aba. Жібімізді қиямыз. Gi. Міндетті түрде мына көзінің астынан тігіңіздер. Сонда мына жерге қазір беті тігіліп, сонда білінбей кетеді. Енді екінші көзінде тура осылай тігеміз. Міне қараңыздар, екі көзінің орны дайын. Енді көздерін жабыстырамыз. Міне бізде екі көзі дайын. Енді екі бетін жабыстырамыз. Жабыстырмай, жай ине жіппен айналдырып тігіп шықсаңыздар да болады. Міне қыздар, қараңыздар, екі беті болды. Енді мұрны мен аузын тігеміз. Міне мұрнын мына екі көздің дәл ортасына тігеміз. Мұрнын тіккеннен кейін түйіндейміз. Енді жібіміздің екеуін бірдей қимай, тек осылай біреуін қиямыз. Енді мына жіппен аузын тігеміз. Мына қиылған жіптің ұшын ішіне қарай жасырамыз. Не қараңыздар, мына жібімізді мұрынның дәл ортасынан тура видеодағыдай етіп аузын тігіңіздер. Енді жібіміздің жартысын қиып, жіптің ұшын ішке қарай жасырамыз. Мына жерлері қатты тартылып кетсе, осылай иненің ұшымен жайлап шығарыңыздар. Міне біздің пикачумыз дайын. Қараңыздар.